Сүйіспеншілік дегеніміз не? Сүю деген және тағы басқаларды біздің балаларымыздың білгені өте маңызды. Үш қызым мен ұлымды тәрбиелеуде ең көп алысқан мәселелердің бірі. Өздерін шынымен сүйетіндігін олар қалай түсіне алады? Шынымен де біреуді жақсы көретінін қалай біле алады? Және мен мынадай қорытындыға келдім. Менің балаларыма қалдырып кете алатын ең басты құндылықтардың бірі. Бұл менің олардың аналарына деген сүйіспеншілігім. Және оның маған деген сүйіспеншілігі. Неге бұлай деп сұрарсыздар? Қазір түсіндіріп берем. Айтарлық, менің қызым Кэти есейген соң Джерриге күйеуге шықты, және Джерри оған Кэти, мен сені сүйем деп айтты. Менің қызым осы сөздердің нені білдіретінін жыныстық тәрбие немесе отбасы құруды жоспарлау курсынан өткен соң не кітаптан оқып түсінді деп ойлайсыз ба? Жоқ. Осы жағдайда Кэти былай деп пайымдауы Құдайдың жоспары болмақ. Егер Джерри мені сүйетін болса, менің әкем анама қалай қарайтын болса, онда ол да маған солай қарайтын болады. Өз балаларыма қалдыра алатын басты құндылықтардың бірі осы боп табылады. Немесе менің баламды алайық. Ол Стефанимен кездесе бастады, одан кейін олар үйленді. Шон Стефаниді расымен сүйетінін қалай білді? Мен сені сүйем деген сөзді ол қайдан білді? Ол бұл жайында кітаптан, не кинодан және интернеттен білген жоқ. Менің баламның, егер мен Стефаниді сүйетін болсам, әкем анама қалай қарайтын болса, онда мен де Стефаниге солай қараймын деп айтуын Құдай күтеді. Өз балаларыма қалдырып кете алатын ең ұлы құндылықтардың бірі заманауи мәдениет шеңберінде берілген ер кісінің әйел кісіге деген сүйіспеншілік үлгісі боп табылады. Сондықтан да біздің міндетіміз қарым-қатынас үлгісін беру, олардың сұрақтарына жауап беру, даналықпен бөлісу. Егер сіздің отбасыңыз бар болса, онда сіздің отбасылық сүйіспеншілігіңіз, сүю және сүйікті болу дегенді түсінулеріне көмектесетіндей өз балаларыңыз үшін үлгі болуға тырысыңыз деп кеңес берем.